шамамен 1544 жылғы әлемнің картасы. Ресейдің күшейгенін қазір былай қарауға болады. 10 жылдықтар сайын жылжытамыз. 1544, 54, 64, 74, 84. Сібір жоқ. Әрі қарай кеттік. 94, 1604, 1614, 1624. Міне, Ресей енді шығысқа қанатын кеңге жайып, моңғолдармен тікелей көрші болып шығуға ұмтылып жатыр, ойраттардың өзін ығыстырып. Енді мына жерде мынадай сұрақ бар. Ресей осы кезде шамамен 1524 жылдары Ресейде Василий үшінші билік құрып тұрған кезде, шамамен 1524 жылдары түркі халықтары көбісі отарлыққа түспеген кезең. Қырым бар, Қазан, Астрахан, Ноғай, Қазақ Ордасы, Астрахан. Міне осы аймақтарда билігін күшейтпей тұрып, Ресей тоқтатарлық күші болды ма деген сұрақ қойылады көбінесе. Бұл ордалардың әлсіреуінің басты себебі әрине экономикалық себебі. Бұл кездері Ұлы Жібек жолы қатты құлдырап кеткен болатын. Құрлық арқылы сауда жасау тиімсіз болғаннан кейін және құрлық арқылы сауда еуропалықтар үшін тиімсіз болғаннан кейін олар сауда жолдарын теңізге ығыстырды. Сөйтті де мұхиттар арасында, теңіздер арасында сауда жанданып, құрлық арқылы сауда тіпті әлсіреп кеткен соншалық, тіпті мына біздің сыр өңіріндегі қалалардың кейбірі қаңырап бос қалды. Қаншама елді мекендер болса, олардан былайша тозғындап кетті. Өйткені сауда жолдары мүлде тоқтап қалды бір бөлігінде, енді бірде сәл ғана, яғни былайша айтқанда өлместің күнін кешерліктей сауда күрт әлсіреп кетті Ұлы Жібек жолының құлдырауынан. Бұның басты себебі осы Ұлы Жібек жолының құлдырауы. Яғни Қазақ Ордасы болсын, Қазан, Сібір хандықтары болсын, Ноғай Ордасы болсын, Астрахан, Қырымның күйреуінің басты себебі саяси мәселелерден көрі осы экономикалық мәселелерді жатыр. Себебі бұл кезде Хиуа Бұхараның да жағдайы мәз емес болатын. Қытайдан келетін керуендер тым азайып кетті. Қытайдың өзі Цин Манчжур әскерінің жаңағы билігіне өтіп кеткен болатын. Арада 100 жылға жуық уақыттан кейін. Міне манчжурлар күшейді. Міне енді манчжурлар тіпті бүкіл Қытайды жаулап алды.